Бүгінгі уағызда жалпы тафаккур, яғни ойлану, терең ойлану жайлы болмақ. Алла тағала көп жерде аяттарында осы бізге ойланбайсыңдар ма, пікір салмайсыңдар ма, білмейсіңдер ма деп көп айтады. Былай айтқанда Алла тағала біздің мынау денеміздегі ең ауыр болған мынау миымыздың бөлігін істетуге шақырып жатыр да. Сол үшін ислам ғалымдары осы бір сағат тафаккур жасауға шақырады барлығымызды. Өйткені бұл нәрсе бізге өмірімізде бір саналы өмір сүру және де Алланың неғметін сезіну, оған қарай бір жігер алу, құлшынысыңызды былай айтқанда арттыруды алып келеді. Сондықтан Абай атамыз өзінің керемет сөзінде не деп айтады? Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым ойлап қой, асыл іс көрсеңіз деп өзінің сөзінде айтады. Осы жердегі терең ой деп отырғанымыз тафаккур жасауды айтады. Себебі біз тафаккурды жасай отыра Алланың құдіретін сезінеміз. Алланың құдіретін сезінгеннен кейін бізде оған деген қатты құрмет арта бастайды. Және де әрбір одан келіп жатқан неғметті бағалай алатын боламыз да. Енді жалпы осы тафаккур деген нәрсе ол бүйтіп келе салған нәрсе емес та, ол пайғамбарлардың жасап жүргені, тіпті ислам келмей тұрғанның өзінде Ибрахим алейхиссаламның өмірін өзін қарасаңыздар, ол жақтағы, яғни осы пайғамбарлардың өмірінде де болып жатқан кейбір ақылға қонбайтын істердің өзінде де ақылды жүргізіп, олардың жасап жатқан дүниелері дұрыс емес екендігін осы ақыл арқылы да жеткізіп отырған. Мысалы Ибрахим алейхиссаламның дүниесінде көресіздер, жаңағы бұттарды сындырып, балғасын үлкен бұтқа жаңағыдай қағып қойып, осы ғой сындырды деген секілді, осындай жаңағыдай адамның ақылын жүргізе алатындай істерді істеді. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзі де пайғамбарлық келмей тұрғанның өзінде ол жаңағы Хира үңгіріне кетіп, сол жақтағы Алланың құдіретін сезініп, ойланып, осы замандағы болып жатқан кейбір ұнамсыз істерді де ой кезегінен өткізді. Енді жалпы осы тафаккур бұл ғибадаттың бір түрі де болады. Неге? Өйткені сіз дене ғибадатын жасайсыз, тіл ғибадатын жасайсыз. Дене ғибадатыңызға ол сіздің намазыңыз кіреді, ол сіздің зікіріңіз кіреді, мысалы саусақ қимылдатасыз деген сияқты, немесе жаңағы қажылық жүресіз дегендей, финансовый ғибадатыңыз бар, ол жаңағы зекет, жаңағы садақа беріп жатасыз, немесе тіл ғибадатыңыз бар, жаңағыдай салауаттар оқисыз, Құран оқисыз деген секілді. Сонымен қатар ойдың, яғни мидың да ғибадаты осы тафаккур болып саналады. Көп адамдар қазіргі замандағы, мысалы тіпті ислам дінін ұстанбайтын, мысалы басқа дін өкілдерінің өзі осындай ойдың дамытатын үндемей өзімен жаңағыдай мысалы тауға шығып кетіп, мысалы күннің батуын, күннің шығуын қарап, былай айтқанда миды демалтады. Бұл тұрғыда егер де сіз сол күннің батып, күннің шығып жатқанын көріп, Алланың құдіретімен бұл нәрсенің барлығы Алланың басқаруымен жүріп жатыр деп қарап отырсаңыз, бұл жерде үлкен бір алып системаның жүріп жатқанын көріп жатасыз да. Яғни сол нәрселердің барлығы сіздің қызметіңізде болып жатыр. Күннің шығып, күннің жарық болуына, одан кейін ай келіп жатуы, тіпті бүкіл осы жер бетіндегі нәрселердің барлығы сіздің қызметіңізде болып жатыр да. Сол кезде сіз қалайша мысалы намазға, немесе оразаға, немесе де басқа ғибадаттарға немқұрайлы жалқаулықпен қарайсыз. Әрине ол кезде сізде бір жігер ашылады да. Неге? Өйткені мына нәрселердің барлығын Алла тағала маған сыйлап тұр екен ғой, неге мен ол нәрселерді жасамасқа деген секілді сізде бір махаббат артады. Сол үшін Алла тағала Құран-ы Кәрімде айтады: уа Мұхаммед, оларға, енді айт деп жатыр да бұнда мағынасында, сендерге бар жоғы бір ғана насихат айтамын, естеріңді жиыңдар, мейлі жұптасып, мейлі оңаша қалып, Алла үшін шын көңілмен ақылға салып ойланыңдаршы деп Сәба сүресінің 46 аятында Алла тағала бізге осындай үндеу жасап жатыр. Яғни бір сәт болсын, немесе сіздер топ болып отырып, мысалы уағыз насихат жасап, бір Алланың құдіретін іздеңдер деген секілді айтып жатыр да. Енді пайғамбар жаңағыда өзінің пайғамбарлық келуден алдын жаңағыдай Хира үңгіріне кетіп қалып, сөйтіп жаңағыдай тафаккур, яғни терең ойға батып жүрсе, ол пайғамбарлық келгеннен кейін де ол ісін жалғастырып жүрді.
Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Айша анамыздан былай айтқан еді: Айша, маған рұқсат бер, Раббыма құлшылық етейін деді. Сонда Айша анамыз, Алла оған разы болсын, Аллаға ант етейін, мен сізді жақсы көремін, сізге қуаныш сыйлайтын нәрсені одан да артық жақсы көремін деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи тұрып, жаңағыдай дәретін алып намазға тұрады. Сонда ол кісі қатты жылайды екен. Тіпті оның көз жастары, сақалын жуып, көз жастары жерге суланған халде тамып тұрды. Тіпті Біләл радиаллаху анху, яғни Алла оған разы болсын, таң намазына азан айтқанға дейін оның жағдайы осындай болды. Сонда сол жағдайды көрген Айша анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп: Алланың елшісі, не үшін жылайсыз? Алла тағала сіздің болашақта өткенде күнәларыңыздың барлығын кешіріп қоймады ма деді. Сонда ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: мен шүкір етуші құл болмаймын ба? Маған бүгін түнде бір аят түсті, оны оқып ой жүгіртпеген адамға неткен өкініш деді. Яғни ол кісі сол түскен аятқа өте қатты жүрегі езіліп кетті да. Яғни адам баласы шынымен де осы дүниедегі Алланың жаратқан нәрсесін ойланса, ой жүгіртетін болса, мен сияқты оның көз жасы тыйылмайтын еді деген сияқты айтқысы келіп тұр. Сонда ол мынау аят еді: күллі аспан әлеміндегі және жердегі бар мүлік пен билік бір Аллаға тиесілі. Алла барлық нәрсеге құдіретті. Шүбәсіз, күллі аспан әлемі мен жердің жаратылуында, күн мен түннің алма кезек ауысып, ұзарып, қысқарып тұруында ақыл иелері үшін ғибратқа толы айқын белгілер бар. Олар тікесінен тік тұрып та, отырып та, бір бүйірлеп жантайып та Алланы еске алады. Һәм күллі аспан әлемі мен жердің жаратылысына терең ой жүгіртіп: Раббымыз, сен мұны бекерден бекер мақсатсыз жаратпадың. Сен мақсатсыз, мәнсіз іс істеуден пәксің. Бізді тозақ отынан сақтай көр деп жалбарынады деді. Яғни, қараңыздаршы, Алла тағала мынау аспанды біздің төбемізге құлап кететіндей жаратпаған. Жерді бізді құлап кететіндей жаратпаған. Біздің комфортымызға жаратып тұр да, былай қарасаң. Яғни сол жердегі аспан менен жердің ортасында болған бүкіл жан иелерінің барлығы сіздің пайдаңыз үшін. Тіпті кеше бір әңгімеде айтып жатыр да, мысалы Алла тағала өте білім, яғни Алла алим ғой, яғни Алла бүкіл нәрсені біледі. Тіпті сіздің миыңыздың жетпейтін дүниелердің барлығында Алла тағаламның оның білімінде шексіздік. Тіпті мысалы алдыңыздағы қарапайым тұрған мысалы жемістің түрлерінде, егер қазір зерттеп қарайтын болсаңыз, мысалы алманы алатын болсаңыз, ода мысалы мынаншама грамм темір бар, мынаншама грамм А витамині бар, мынаншама грамм Е витамині бар, мынаншама грамм көмір қышқыл деген секілді элементтерге толы болған, витаминге, дәріменге толы болған жемістің түрі. Бірақ бұлардың барлығы бір ғана жерден шығып жатыр, топырақтан. Бананды қараңыз, мандаринді қараңыз, жүзімді қараңыз, оның барлығында бір-біріне ұқсамайтын элементтер бар. Оны шығара берсең де, яғни бұл қалындай құдірет иесі осының барлығын бір ғана кішкентай алманың ішіне жаратып қойды деп ойлаймыз. Оның барлығы кімнің қызметінде? Бұл адамзатқа. Мысалы сиыр сол көк шөпті жейді, бірақ одан әппақ болған сүт шығады. Мысалы бал тек қана мысалы біздің көзімізде ол ұшып жүреді, бірақ одан керемет адамға шипалы болатын балдың түрі бар да. Қарап тұрсаңыз, олардың барлығы кім үшін? Яғни сіз үшін. Сіз үшін осы дүниеде рахаттанып өмір сүріп, сонымен қатар Алланың құдіретін танып, Аллаға ғана ғибадат ету үшін жаратты да. Осыны ойлаған кезде, шынымен де Алла маған мән берген екен ғой. Алла бұл дүниеде маған шектеу емес, маған шексіздік қойған екен ғой деген сияқты түсінік болады. Біз көбінесе дінді ойлаймыз, шектеліп қалған. Бірақ Алла сізге мысалы шошқаны ғана харам ететін болса, бірақ басқа еттерді сізге адал етті. Алла арақты харам ететін болса, бірақ басқа да көп деген сусындар сіз үшін адал. Мысалы қымыз, шұбат, немесе басқа да сусын түрлері. Бірақ ашытқан нәрсені ішпе деді. Бұл деген сіздің өзіңізге зияндығы болғандығы үшін. Сол үшін қараңызшы, Алла тағалам өте мейірімді. Сізге осы дүниедегі
бүкіл комфорттық жағдайды жасап беріп қойды. Тек қана сізге, денсаулығыңызға, сіздің болашағыңызға зиян болатын нәрселерді ғана тыйып қойды. Енді бұрынғы ізгі адамдар былай деп айтқан екен: 1 сағат терең ойланып пікір жүргізу 60 жыл құр ықылассыз құлшылық жасағаннан артық дейді. Яғни ықылассыз құлшылық деген ол ешқандай мән мағынасы жоқ. Ықыласты құлшылықты біз өндіруіміз үшін біздің әрине ойлану қабілетімізбен мынау Алланың құдіретін іздеу қабілетіміз кішкене дамыған болатын болса, Алланың бұйрықтарын біз серьезность дейді ғой, ойланып орындаймыз, немқұрайлы қарамаймыз. Алла тағала бұл әлемді жалғыз өзінің жаратқандығын мына бір аятпен қуаттай түседі. Егер де жер мен көкте Алладан басқа құдайлар болғанда, шүбәсіз ондағы тепе-теңдік пен жүйе бұзылып астан кестең шығатын еді. Себебі, мысалы, барлық нәрсе бір нәрсенің яғни бірлік, бір ғана нәрсенің болуымен жүріп жатқанын байқайсыздар. Егер де, мысалы, Алла бізді өзге айтып жатыр да, екі құдай болатын болса, оның мнениесі болатын еді, яғни оның пікірі болады, екіншінің де пікірі болады. Сонда не болады? Оларда таңдау деген нәрсе болады. Яғни оның таңдауында бүгін жаңбыр жауы керек, ал бұның таңдауында күн шығу керек деген сияқты. Сонда бұл әлемдегі жүріп жатқан система бір ғана бағытта жүрмейтін еді, екі бағытқа шашырап кететін еді деген сөз да. Сол үшін бұл әлем осы уақытқа дейін барлығы бір ғана жүйемен жүріп жатыр ма, демек оның басқарушы біреу деген сөз. Яғни Алланың жалғыздығын дәлелдейтін, ақылға салып ойланатын міне осы аят екен да. Тағы да Алла тағала Құран-ы Кәрімде мынандай сөзді айтты: расында 4 түлік малда да сендер үшін ерекше ғибрат бар. Сендерге олардың ішек қарындағы жын мен қанның арасынан бөлініп шығатын, ішкен адамның тамағынан жеңіл өтетін жағымды тап-таза сүт ішкіземіз. Сондай-ақ құрма ағашының жемісі мен жүзімнен де сусын және керемет азық түрлерін аласыңдар. Міне мұнда ақылға салынып ойланатын қауым үшін анық белгі, айқын дәлел бар. Раббың бал арасына тауларға, ағаштарға, адамдар жасаған күркелер мен омарталарға да ұя сал. Содан кейін түрлі жемістер мен қоректеніп, Раббыңның сен үшін оңтайластырған жолдарына түс деп аян берді. Араның қарнынан адамдарға шипа болатын түрлі түсті шәрбат шығады. Расында мұнда терең ойланған қауым үшін анық белгі, айқын ғибрат бар деп Нәхл сүресінің 66 және 69 аяттарында келеді. Яғни бір ғана қарын, бірақ түрлі нәрсе шығады. Сиыр жейді, оның қарнына шөп түседі, бірақ одан сүт шығады. Бал, ара, одан жаңағы нектар алады, қарнына түседі, бірақ одан бал шығады. Яғни қарап тұрсаңыз, Алла тағала бұл жердегі білімінің сондай құдіреттілігі бір қарапайым нәрседен адамға пайдалы болатын түрлі дәруменді заттың шығаруы. Енді Әд-Даранидан мынандай бір сөз келеді: мен үйімнен шыққанда көзім қандай да бір нәрсеге түспесін, онда Алланың неғметі мен ғибратын көрем дейді. Яғни бұл деген сөз осы уақытқа дейін сіздерге мысалы көптеген адамдар айтады: жақсы ой ойлаңдар. Себебі ой деген нәрсе шындыққа ұласады. Яғни ол өміріңізде кездесетін нәрсе болады. Жаман ойды көп ойлаған сайын сіздің сол жаман ойыңызға қатысты жаман жағдайлар да келіп қалуы мүмкін дейді. Міне сіздерге Алла тағаламның өзі мына мидың беруі себебінен сол миды жақсы жаққа қарай пайдалануды айтып жатыр да. Яғни сіз осы миыңызды Алланың құдіретін іздеуге, тіпті көретін көзіңізді Алланың керемет жаратқан дүниелеріне қарап, тіпті сол құлақтарыңызды Алланың жаратқан дыбыстарының дыбыстарын естіп,
әрбір жануар иесінің жаңа шығаратын дыбыстары басқаша, иә. Бұның барлығы өте керемет неғмет. Себебі сіз сол көретін көзіңізбен, ұстайтын қолыңызбен, құлағыңызбен, мына миыңызбен оның барлығын сезе аласыз. Ал сезе алатын адамға ғибадат жасаған кезде бұл өте оңай түседі. Тіпті бір адам егер көзі көрмесе, өмірінде бір рет болсын осы әлемді көруге асығады. Бір адам құлақ естімесе, бір рет болсын сол дыбыстың қандай болатынын сезінгісі келеді. Ал бірақ бізге Алла тағалам сондай мүмкіншілік берген кезде біз оны қолданбайтын болсақ, онда ол бізге мүше дымда, былай айтқанда, пайдасы тиіп жатқан жоқ. Енді Алла тағала Құран ол рақымын төгер алдында оның хабаршысы, яғни соны хабаршысы ретінде жел есіртеді. Желдер қорғасындай ауыр бұлттарды лып етіп оңай көтеріп алады. Біз ол бұлттарды өлі мекенге айдап әкетеміз. Сөйтіп әлгі жерге жауын жаудырып, одан алуан түрлі жемістер шығарамыз. Міне, біз өлгендерді дәл осылай шығарып аламыз. Бәлкім ойланып ғибрат аласыңдар. Яғни бұл жердегі аят, адам өлгеннен кейін Алла тағалам оған жан беріп тірілтуі өте оңай дейді. Яғни өліп қалған мекенді қалай тез арада оны өмір сыйлап, оны тіршілік иесіне айландырып жіберуді айтып жатыр. Құтты мысалы бір мекенге шөл болып жатыр да, ол жерде еш нәрсе өспейді, шөбі қурап кеткен, су алып кеткен болып тұр да. Ал егіннің өсуіне су керек, иә. Сонда Алла тағалам не істейді? Бұлттарды айдайды да. Яғни бұлт айдағаннан кейін ол жерде жаңбыр жауады. Жаңбыр жауғаннан кейін ол жерде тірілік пайда болады, тіршілік пайда болады. Дәл осылай адамдар өлгеннен кейін Алла тағалам оларды тірілтуі, құтты бұлттарды айдай салғандай, оларды тірілтуі өте оңай дейді. Енді жалпы осы тафаккурдың пайдасы не деген сияқты сұрауларыңыз мүмкін. Тафаккурдың пайдасы адамның бойына жалпы даналық бітіреді, рухын оятады. Аллаға деген ықыласы мен махаббатын артады. Оның жазасынан сақтануға жетелейді. Адамның ойлануы, мысалы, артқан сайын білімі кеңейеді. Білімі кеңейген сайын оның амалы көбейе бастайды. Адам Алланың ұлылығы туралы көп ойланса, оған қарсы келуден бата алмайтын болады. Тафаккур адамның жүрегіне бір жаратушының бар екеніне берік сенім оятып, иманын қуаттайды. Мысалы, бір бәдәуи араб, яғни қыр арабы, былай деп сұрайды: Алланың бар екендігіне қандай дәлел айтасың деп сұрайды. Сонда оған түйенің тезегінің бар екенін көрсетеді. Есектің тезегі бар болса, оның есегінің бар екендігі. Егер жерде із жататын болса, ода жүгіріп өткен адамның табандарының бар екенін. Онда қараңыз, түйенің тезегі бар болса, онда түйе жоқ деп айта алмаймыз. Есектің тезегі бар болса, есек жоқ деп айта алмаймыз. Немесе ізді көрсеңіз, бұны басқан адам жоқ деп айта алмаймыз. Ендеше жұлдызға толы болған аспан, шатқалы, сайлы жер, толқыны таласқан теңіз, солардың жаратқан құдіреті бір жаратушының бар екенін білдірмей ме? Әрине, жоқ деп айта алмаймыз, иә. Демек, бұл деген нәрсе, бар нәрсенің бар екенін көріп тұрсақ, оның жаратушысы жоқ деу, онда құтты тезектің бар, бірақ оның түйесі жоқ деумен ақылға сыймайтын әңгіме болып табылады екен. Жалпы терең ойланған адам өзін есепке тартып, қандай қателік жібергенін түсініп, одан сабақ алады. Сол сабақ алғаннан кейін сол қателікті екінші рет жасамауға тырысады. Осылайша оның иманы күшейіп, жаны тазарып бастайды. Жаратылыс жайлы терең ойланған сайын адамның танымы артып, жалпы оның ойлау қабілеті кеңейеді. Адам табиғат жайлы ой жүгірткен сайын жаңа мағлұмат алады, пайдалы білімдерге қол жеткізеді. Бірде сахаба Абу Дарданың әйелінен сіздің күйеуіңіз қандай болды деп сұраған кезде, ол кісі ізгі қасиеті терең ой және ғибрат алу еді деп жауап берген екен. Яғни қандай жағдайда болсын, ол осындай жерге қарап, Алланың жаратылысына қарап, терең ойланып, одан ғибрат алады. Не үшін деген секілді. Бұның барлығы не үшін жаратылды?
кім үшін жаратылды, қандай пайда үшін жаратылды, сонда бұлардың миссиясы не деген секілді сұрақтарды қоя білетін болса, артында жауабы шығады. Сондықтан алла тағалам берген бұл niғметті, яғни ой жүгірте алатын адамға бұл өте керемет нәрсе. Себебі тіпті егер де мысалы барлығымыз дінді қалай қабылдадық? Біз туылғаннан мұсылманбыз, біздің ата бабамызға дін келді, уағыздалды, олар қабылдады, біз солардың ұрпақтарымыз, былай айтқанда. Ал бірақ бұрынғы пайғамбарлардың келуінде қауым өте адасып бара жатқан кезде, аллаға серік қосып, адамдардың ортасында бірінің құқықтары тапталып жатқан кезде, алла тағала оларға пайғамбарларды жіберді, тура жолға қарай шақыруға. Сонда олар соны қабылдады, біреулер бас тартты деген секілді. Енді қараңызшы, бізге альхамдулилля, біз көрмесек те, бірақ есту арқылы дінді қабылдап, оны дұрыс екенін біліп жатырмыз. Бірақ кейбір мекендер бар, ол жақтарға адамның аяғы баспаған, бірақ адамдар өмір сүріп жатыр. Оларға әлі ғылымда жеткен жоқ, әлі технологияда жеткен жоқ. Оларға бәлкім пайғамбардың келгені де естілмеген шығар. Сонда ғалымдардың ортасында мынандай сөз бар. Пайғамбар келіп адамдарды уағыздаса, оған ілесу міндет болады. Егер айтып тұрған нәрсесіне қарсы келетін болса, қияметте бәлкім жаза алуы мүмкін да. Ал бірақ сондай әлі пайғамбарлар жетпеген, әлі уағыз жетпеген, ғылым жетпеген жерлерде қалайша олардың жағдайы болмақ деген кезде Абу Ханифа керемет жауап береді. Олар ертең Алланың алдында берген niғметін, яғни оларға алла тағалам керемет ой берді, сана берді, ми берді. Сол нәрсені егер қолданбайтын болса, яғни онда ол үшін сұралынады дейді. Неге десеңіз, егер де сіз осы дүниеде өмір сүріп жатсаңыз, сізде хотя бы, яғни тым болмаса, осы аспан әлеміне бүйтіп қарап, жануарлардың келіп, тіпті әр мезгіл өз уақытында келіп жатуы сізге бір ой қалдыру керек та. Оның жаратушысы кім деген секілді. Сол үшін мынау миымызды, ойымызды іске асыру керек екен. Сондықтан бұл оймен болатын құлшылық. Сол үшін арасында бір сағат болсын осындай ой құлшылығына мән беретін болсаңыздар, сіздің күндізгі бойғы жасалатын құлшылықтарыңыз артып, және де басқа да жақсы істерді жасауға сіздерге түрткі болады. Ал естіген білгендерімізге амал жасайық. Алла тағалам тыңдағандарыңызға мол сауап беріп, және де осы білім арқылы сіздердің амалдарыңызды алла тағалам жазсын, және де сол амалдарыңызға алла тағалам ертең қияметте мол сауаптар берсін. Тыңдағандарыңызға рахмет.